Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің бағдарламам оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту, бастауыш, яғни 4-ші сыныптарға арналған. Оның ішіне жылына 34 сағат, аптасына 1 реттен, және бұл 5 бөлімнен тұрады. Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту бұл 4-ші сынып оқушыларының сыни ойлауын дамытуға арналған оқу мен жазудың маңыздылығын қарастырады. Жалпы сыни тұрғысынан ойлау дегеніміз не? Бұл 3 кезеңнен тұрады: талдау, бағалау және қорытынды. Талдауда ақпаратты бөлшектеп қарастыру, бағалауда дәлелдеуді салыстыру және бағалау, ал қорытындыда логикалық тұжырымдар жасау. Сыни тұрғыдан ойлау бұл ақпаратты талдау, бағалау, қорытынды жасау қабілеті. Бұл мәселелерді шешу және дұрыс шешім қабылдау үшін қажет. Келесі, оқудың сыни ойлауды дамытудағы рөлі. Бұл жерде 3 рөл қарастырылған, яғни түрлі көзқарастар, ақпаратты талдау, сөздік қорын байыту. Сөздік қорын байыту дегенімізде бұл жаңағы бастауыш сынып оқушыларының тілге деген қызығушылығын танытып, олардың сөздік қорларын молайту. Жазудың сыни ойлауды дамытудағы негізгі рөлдері бұл тартымдылық, логикалық және дәлелдеу. Тартымдылық бұл жазу идеяларды нақты тұжырымдауға көмектеседі, ал логикалық ойлау бұл жазу логикалық ойлауды жақсартады. Ал дәлелдеу дегенімізде бұл жерде өз ойын дәлелдеу қабілетін арттырады. Енді сыни тұрғысынан оқу стратегиялары. Бұл жерде біріншісі сұрақтарды қою, яғни балаларға сұрақ қою арқылы олардан жауап алу, екіншісі талдау жасау, үшіншісі тұжырымдау, яғни өз тұжырымдарын жасау. Негізгі стратегияларына бұл жерде жаңа айтып кеткендей жоспарлау, дәлелдеу және түзету кіреді. Және оқытушылар үшін әртүрлі кеңестер жүргізуге болады. Бұл жерде талқылаулар, жобалар және рефлексия. Рефлексия осы түсінгендерінің барлығын соңында балалардан сұрау арқылы. Қорытынды және талқылау. Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту маңызды процесс. Бұл оқушылардың табысты болуына көмектеседі. Енді сұрақтар мен талқылауларға көшейік. Значит, сыни ойлау дағдыларын дамыту арқылы оқушылардың академиялық жетістіктері мен өмірлік дағдыларын жақсартады.